Hayırlı geç dostlar. Мына жерде түсінбей сұрап жатқандар бар. Кросс деген не, порода деген не деп. Міне, осыған тоқтала кетейік. Кросс деген ол одноразовый тауықтар. Яғни Ломан Браун, Ломан Уайт, Доминант, Хайсекс Браун дегеннің барлығы олар кросстар. Яғни олар тек қана жұмыртқаға, мынау птица фабрикада сондайлар ұстайды. Тек жұмыртқа туысында олар. Жылына олар 320-340 сондай жұмыртқа туады. Еще ол тек қана жаңағыдай арнайы өзінің заводтан алынған, яғни сондай шығаратын заводтан. Ол тауықтарды қолдан жасайды. Әрлі қандарды, яғни өзінің генофондтары бар. Сол жақтан шығарады оларды. Ол тауықтарды бір жыл ұстайсыздар да, келесі жылына уже жарамайды. Одан сіздер ұрпақ алып қала алмайсыздар. Түсініңіздер ме? Ол одноразовый тауық. Енді көбінісін білесіздер. Оны жаңағыдай неде птица фабрикада оларға порошок береді дейді. Енді өзім көрмеген, бірақ ол олсыз тумайды дейді. Сол үшін бұны ең бір оңай жолы домашний кәдімгі мындай өзіңіздің үйдегі тауықтың жұмыртқасыменен жаңағы сондай птица фабриканың жұмыртқасын екеуін суға қайнатып пісірсеңіз, разницасын көресіз. Дәмінде, түрінде, сарысында. Міне. Екінші порода. Порода дегенде мына менде Кучинский. Кучинский деген бұл орыстардың шығарған ең мықты тауықтары. Төзімді, жалпы негізі қолайлы тауық. Породадан бұлар жұмыртқа енді аздау туады. Жаңағыдай 100 жұмыртқа, 80 жұмыртқа кем туады бұлар. Бірақ бұлардан сіз ұрпақ алып қала аласыз. Өзіңіздің тауықтарыңыздан, осындай породаңыздан, осындай порода алып қаласыздар. Міне. Кросс пен породаның разницасы осы. Сол үшін мейлінше порода асыраңыздар. Порода деген жақсы. Сатсаңыз да ақша болады. Еті де дәмді болады. Және еттілеу болады. Түсініңіздер ме? Порода мен кросстың айырмашылығы осы ағайын. Сіздер сұрадыңыздар, сіздерге енді кішкене жауап қылып айтып өттім. Ал, рахмет. Сұрақтар болса, комментарийға қойыңыздар. Жауап беруге тырысамын.